Ассалаумағалейкум, Алаш. Алаш десе әжептәуір арқаланып қаламыз, а? Иә, мақтансақ біз мақтанайық. Тек біз ғана тәуелсіздік ала сала тақыр жерден қала тұрғызып, арқада Астана салдық. Және қандай Астана десейш? 20 ғасырдың соңында төл астанасын салған Қазақстандай мемлекетті табу өте қиын. Сондықтан бүгінгі хабарымыз түгелдей Астанаға арналады. Астанадан кім арбатыз дейді? Халық жиі жиналатын орындар рейтингісі. Егемен Қазақстанның егесі Сауытбек Абдрахманов. Айтсаң Астананың орманын айтып таңғал. Иә, ол да бар болып шықты. Астанаға қонақ болып келіп, тұрғын болып қалу қиын ба? Ол 90-шы жылдары қазақтың оқушыларымен айналысқан педагоги. Қазір қазақтың палуандарымен айналысады. Арман Шораев. Астанада қуыршақ театры барын біз айтпасақ кім білген? Ол Тоти Дель Монте атындағы жүлдені алған тұңғыш қазақ. Ол Сүндет Байғожин. Орталық хабар, осының бәрі сөз термеңіз, ой теріңіз. Астана ақжағалылар мен ақ Ленд Крузерлердің қаласы деп айтыла бастаса, аузын жаба қойыңыз. Кім болса да. Неге десе, Астананы құрап отырған 900 мыңнан астам адамның келген географиясына қараңыздар. Қазақ елінің қиыр-қиырынан қамтылмаған бір аймақ жоқ. Олар Астанаға тұрғын болып қана емес, қонақ болып та келіп жатыр емес пе? Бірақ бір қонақ болған адамның тұрғын болмауы тағы мүмкін емес. Астана танымдық туризм орталығы. Бұған елорданы танып көрсеп деген туристер легінің жыл өткен сайын артуы дәлел. Солардың бірі оңтүстік Қазақстан облысынан арнайы жеткен Оразбаевтар отбасы. Жақсы, келген мақсатымыз Бурабайда демалдық. Одан осында өтіп Астананы көріп қайтайық деп келгеніміз 2-ші күн болды. Жақсы Астана, барлық елдер таңғалып атқанға лайық. Атамыздың 7 баласының бірі бүгінде астаналық қариялар арқа төсіне бой көтерген әсем шаһарда баспаналы болған баламыз бақытты дейді. Себебі бас қала өмір сүру үшін қолайлы. Тілге тиек етер жайт, мамандар Астана халқының саны тек 2030 жылға қарай 800 мыңға жуықтайды деп жоспарлаған еді. Бірақ ыңғайлы, ақылды, бастысы қауіпсіздік принципін ұстанған елорда халқының саны бұл межеден әлдеқашан асып кеткен. Астанаға бірінші келу. Осындағы бар азаматтарға, ел жұртқа, біріншіден Аллаға, екінші себепкер болған президентіміз Назарбаевқа рахмет айтамыз. Валерий мен Виктор Беларусь азаматтары біздің елге іс сапармен келген екен. Алайда Астананың көркі баурап, адамдары сүйсінтіп, сапарларын саяхатқа ұластырған көрінеді. Әсіресе ұлттық болмыс пен жаңашылдықты үйлестіре алған Астана құрылысының философиялық идеологиясы керемет дейді. Великолепный город. Отличное впечатление, современный, европейский, я бы сказал. Ну, густота кранов, как у нас густота леса. Шетелдік қонақтар шаһардың көрікті жерлерін суретке түсіруде, фотокөрме ұйымдастырмақ. Ваш президент Назарбаев ведет правильную политику. Чистота, тишина. Люди думают о мире, о работе, о детях, о любви. И с днем рождения, Астана! Жалпы Астананың гүлденуі Қазақстанның гүлденуі атты мемлекеттік бағдарлама аясында шаһарда турист қабылдайтын қонақ үйлердің саны артты. Еуразия жүрегі саналатын бас қала болашақта әлемдік мәдениеттің орталығына айналуы әбден мүмкін. Қазір студияға келетін қонақты елорданың туған күніне орай арнайы шақырдық. Ол журналист, киносыншы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Егемен Қазақстан газеті акционерлік қоғамының президенті Сауытбек Абдрахманов. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Сауытбек ағай, келе жатқан елордамыздың туған күні құтты болсын. Жастан жасқа жете берсін дейміз. Осы орайда алғашқы сұрақ. Астананың туған күні келе жатыр. Жалпы өзіңнің емес, балаңның емес, Астананың туған күнін қалай тойлау керек және қалай тойлап жатырмыз? Біздің мемлекеттілігіміз, елдігіміз, өзіндік ерекшелігіміз және өз тағдырымызды өзіміз айқындай алатын ел ретінде қалыптасуымыздың басты айшықты белгісі осы Астана ауыстыруымыздан көрінді. Осы арқылы Нұрсұлтан Назарбаев арқаның төсіне қазақтың туын тігу арқылы елдің иесі, жердің иесі кім екендігін көрсетті. Осы арқылы біз үлкен саяси
мәселені шештік. Осыған байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 1998 жылы зиялы қауыммен сөйлескенде айтқан сөзі бар, әңгімелескенде. Біз Алатаудың бауырына сыймай кеткен жоқпыз. Қайта жер жаннаты жетісуді қимай кеттік. Қатал тарихтың қатаң талабы осындай болды. Бұл өте оңай шешім болған жоқ. Астана ауыстыру деген және айлық жарты жылдап зейнетақы бере алмай жүрген қиын кезде қабылданған шешім. Бұл шын мәнінде елбасының ерлік шешімі. Осы мәселені айтқым келеді. Ал енді Астана күні қандай мерекеленіп жүр деген әңгімеге байланысты айтсақ, меніңше өз деңгейінде жақсы мерекеленіп жүр. Жылдан жылға біздің халқымыз осы оқиғаның тарихи мән-маңызын түсініп, сезініп келеді. Осы арқылы біз өзіміздің төл тарихымызда, тәуелсіздік тарихындағы ең үлкен, ең жарқын жеңістеріміздің бірі, жетістіктеріміздің бірі өз елордамызды бүкіл әлем қызығатындай етіп құрғанымыз. Сауытбек аға, өзіңіз осы Астана болған күннен бастап Астанамен біргесіз бе, жоқ әлде қашан көшіп келдіңіз жалпы Астанаға? Мен бұл жөнінен алғашқы пионерлердің бірі екенімді мақтанышпен айта аламын. Өйткені 1997 жылы Қазақстан теледидары мен радиосы корпорациясының бірінші вице-президенті болып тұрғанымда мен 97-ның жазында осы жерге келдім. Осы жерге келіп, 3 ай жатып, біз осы жерден ақшам хабарын дайындайтын кадрлар дайындадық, студия дайындадық, сөйтіп 7-ші қараша күні, ол өзі менің туған күнім еді, сол күнге орайласқандай болды. Сол күні мемлекеттік рәміздерді ол кезде Ақмолаға жеткізетін күні ақшам Қазақстан арнасының ақшам бағдарламасы бірінші рет Ақмоладан тікелей эфирмен шықты. Соны дайындаған жағдайым бар, соны мақтаныш етемін. Рахмет. 2004 жылдары ақпарат министрі болдыңыз. Сол саланың тізгіншісі ретінде. Тап сол кездегі Астананың тарихын бақытта қай қырынан жариялауға күш салдырдыңыз дейді. Бұл да бір жақсы сұрақ екен. Ол кезде, бұның сәл алдында айтсам, біз мысалы Қазақстан теледидары мен радиосы корпорациясының басшылығында орынбасарлығын жүрген кезде, біз ең алдымен Ақмоланың жағымды имиджін қалыптастыруға бағыт ұстадық. Шын мәнінде сол жылдарда біраз кемістіктерді саналы түрде жасыратынбыз. Саналы түрде. Журналистерге айтатынбыз. Атап айтсақ. Мысалы, маса сияқты мәселелерді соларды халықтың көңілін қалдырмау, жаңа қалыптасқан жатқан Астанамыз туралы жағымсыз пікір қалыптастырмау деген саясат кәдімгідей ұсталған. Және ол саясатымыз дұрыс болып шықты деп ойлаймын. Ал кейін ақпарат министрі болып істеген кезде, әрине, біз осы қаланың келбеті, қалаға келген қонақтардың пікірі дегендерді үнемі жазып алу, айтқызып алу, қалаға келген қонақтардың Астана туралы ойларын үнемі эфир арқылы, газет беттерінде көрсету деген бағытты ұстанып отырдық. Түсінікті, рахмет. Елорданың ірге көтеру, қалыптасу шежіресін іздеген кісі аға басылым Егемен Қазақстаннан табады десек дұрыс па дейді. Оған мен нақты бірақ мысал айтайын, біз осыдан бірнеше жыл бұрын Астана деген кітап шығардық. Арқаның қазысындай кере қарыс мынандай қалың кітап. Ол 1994 жылы ел парламентінде Астананы ауыстыру туралы шешім қабылданған қаулыдан басталып, осы күнге дейін жарияланған ең мәнді, ең жақсы мақалаларды қамтиды. Сол мақаланың, ол кітаптың бетінде Астананың шежіресі сайрап жатыр. Рахмет. Енді өзіңіздің, біздің көрермендерімізге, орталық хабардың телекөрермендеріне бір ауыз жылы пікіріңіз, құттықтауыңыз болса, сонымен сұхбатымыз тәмамдасақ. Келе жатқан Астана күні құтты болсын. Елорда күні бір жағынан елбасының да күні. Елбасының туған күнінде қабылданған шешім, дара шешім, дана шешім деген өзі солай болады. Уақыт бұл шешімнің шын мәнінде дана шешім болғанын көрсетті. Сондықтан біздің елдігімізді әйгілеп тұратын аса бір айшықты белгіміз, елордамыздың төл мерекесі құтты болсын дейміз. Сауытбек аға, жоқ уақытыңызды тауып бізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Танымды
сұхбатыңызға мыңда бір алғыс, өзіңізге де, жанұяңызға да береке бірлік тілейміз. Келе жатқан Астана күні құтты болсын. Осындай үлкен мерекелерде кездесуге жазсын. Рахмет аға. Сенсің көш бастар әлемдік астаналардың. Бақытың биік басқадан, ақ ордам алтын астанам, назарын тіккен бар ғалам, ажарың айдай арбаған, таң көзін сенсіз ашпаған. Жас ұрпағың жасампаз, тек жеңістерге бастаған. Шайнатшы мәңгі басқалам. Күн сайын қосқан көркіңе таңыр қабай күн қараған, есілдің екі ай жағына шұғылаң нұр боп тараған. Астанам арман ақ қалам, бабалар сертін сақтаған, өзіңде туған ол қыздың жұлдызын биік шақалам. Бақытың биік басқадан, ақ ордам алтын астанам, назарын тіккен бар ғалам, ажарың айдай арбаған, таң көзін сенсіз ашпаған. Жас ұрпағың жасампаз, тек жеңістерге бастаған. Қазақтың бақ дәулетін шайнатшы мәңгі басқалам. Бақытың биік басқадан, ақ ордам алтын астанам, назарын тіккен бар ғалам, ажарың айдай арбаған, таң көзін сенсіз ашпаған. Жас ұрпағың жасампаз, тек жеңістерге бастаған. Қазақтың бақ дәулетін шайнатшы мәңгі басқалам. Астанада тұратын болған соң мақтанғаным емес, онымен мақтану керек. Бұлай, 8 ғасырдағы алғашқы Осман Құранының көшірмесі басқа емес, біздің Астанадағы Әзірет Сұлтан мешітінде тұр. Таза күмістен құйылған. Сосын мынау пирамида бар ғой, бейбітшілік және келісім сарайы. Соның ішіндегі лифтлер тік емес, 60 градус қисықтықта көлбеу көтеріледі. Әлемде тек Эйфель мұнарасы мен Лас-Вегастағы Люксор казиносында ғана бар деседі. Ай қош, оданда Астананың орманын айтайық. Оның жұпары иісі, жасыл желегі, маралы мен елігі, және бұл арман емес. Күмән сейіліп, арман орындалды. Астана айналасын жасыл желекке айналдырам деген елбасы бастамасында алғашында сенбегендер болып еді. Ал қазір бас шаһардың маңы ну орман. Жасыл белдеудің жалпы аумағы 14.827 гектар. Оның 14.500-і орман алқабы. Астана орманы қаладан 60 шақырым қашықтықта орналасқан. Шортанды бағытындағы табиғи орманмен қосылып, тұтасып үлгерді. Жайқалған жасыл желек қала көркі. Бастысы күніне бірнеше мәрте құбылып тұратын ауа райына оң ықпалын тигізе бастады. Қалада шаң тозан, жел азайды.
Жасыл белдеу бағдарламасы аясында ағаш тұқымын жерсіндіру ісімен айналысатын 110 гектар аумақты алып жатқан Аққайын орман тұқымбағы жұмыс істеп жатыр. Жасыл белдеудің санитарлық жағдайы қатаң бақылауда. Ғылыми зерттеу жұмыстары бірнеше бағытта жүруде. Қылқан жапырақтылар пайызы 1,8%. Екінші кезең қазіргі таңда істеліп жатқан жұмыс 2012 жыл мен 2015 жыл аралығы. Бұл жылдары мынау бірінші кезеңде отырғызған ағаштардың арасына қылқан жапырақты талдар отырғызылу жұмысы. Бүгінгі таңда осы 4 жыл ішінде 1.493.000 түп ағаштар отырғызылды. Жасыл белдеу бағдарламасы 2020 жылға дейін 3 бағытта дамиды. Орманды алқаптың аумағы 100.000 гектарға жетуі тиіс. Келесі сатыда саябақтардағы бос жерлерге көшет отырғызылмақ. Яғни жасыл аймақты одан әрі тығыздай түспек мамандар. Теректердің арасы қалыңдаған сайын микроклимат өзгереді. Және шаһар тұрғындары мен қонақтар үшін демалыс орындарын қалыптастыру президент тапсырмасы. Жасыл белдеу пайда болғанға дейін бұл жердің барлығы мынау Қосшы совхоз техникумының картофель егетін егістігі болған. Енді ол жердің барлығына қазір 14.827 гектарға 12 миллионнан астам ағаш отырғызылды. Табиғат заңдылығына сай флора мен фауна қатар дамығанда ғана биоалуандылық сақталады. Елік, түлкі, қарсақ, қоян көп бұнда. Жалпы бағдарлама аясында арнайы фермалар құрылған болатын. Соның бірі Қырғауыл қыстағы. Қырғауыл күй талғамайды. Арқаның қатты аязында бұл құс түнде қарасына кіріп кетіп жан сақтайды. Қорегі мол болса болғаны қырғауылдар өсімталдығын дәлелдейді. Жасыл белдеуден бөлек қала көркіде жылдан жылға құлпырып келеді. Мамандар қиялында шек жоқ. 170.000 шаршы метр жерге гүлзарлар отырғызылып, сол гүлзарларға күтім жұмыстары жүргізілуде. Ол гүлзарларға отырғызылған 9 миллион түптен аса гүлді өсімдіктер өзіміздің жылыжайда өсіріліп, қала көшелеріне отырғызылды. Қазақстандық жасыл құрылыс жөніндегі тәжірибені елбасы жасыл көпір жаһандық идея аясында табысты үлгі ретінде ұсынды. Әйгілі Голливуд жұлдызы Стивен Сигал Астананың ормандарына бұл жолы да таң қалыпты. 2011 жылы келгенде қазақтардың тақыр жерден қала тұрғызбақ түгілі орман өсіре алатын қажыр қайратына тәнті болған. Ал биыл ана жылғы жас шыбықтардың құрық бойынан асқанын көрді. Айтпақшы, астаналықтарды стекеңнің өзі де таң қалдырды. 4 жыл бұрынғы қарасұр жейдесін әлі тастамағанмен емес. Әрине, Астана күніне орай өткізілген ұрыс өнері бірінші халықаралық фестивалінің ашылу салтанатында айкидоның айла шарғаларымен. Астана күнінің қарсаңында елордада халықаралық жауынгерлік жекпе-жек өнері фестивалі өтті. Елімізде тұңғыш рет өткізілген шараға жекпе-жектің хас шеберлері келіп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Құрметті қонақтардың қатарында халықаралық Jiu-Jitsu федерациясының президенті Алекс Кунин, халықаралық Аше Капоэро мектебінің басшысы Маркос Антонио де Сильва және Корея, Жапония, Қытай елдерінің таэквондодан абсолютті чемпионы Ким Ги Бук та бар. Жұрт қызығушылығын тудырған тағы бір танымал тұлға, голливудтық актер, экшн жанрындағы фильмдермен аты шыққан айкидо айкикай жекпе-жегінің 7-ші дан иегері Стивен Сигал болатын. Мен киноға түсумен қатар жекпе-жекті де өміріме серік етіп келемін. 50 жылдан бері айкидо тұрғысында жинаған тәжірибемді көпшілікпен бөліскім келеді. Келешекте сіздердің елдеріңізден спорт мектебін ашу жоспарда бар. Қазақстанға келгендегі мақсатым да сол. Қазақ жерінде спорт мектебін ашқысы келетін 63 жастағы айкидо шебері балалармен кездесуді де қаперден шығармапты. Астанадағы оқушылар сарайында 100-ге жуық жас жеткіншектерге шығыс жекпе-жегінің қыр-сырын көрсетіп, шеберлік сағатын өткізген Стивен Сигал бар өнерін ортаға салды. Жапон елінің ежелгі спорттық сайысымен жақын танысып, әдіс айласының қауқарын сезініп көрген жасөспірімдер мен жаттықтырушылар кино кейіпкермен бетпе-бет жүздескендеріне дән риза. Стивен Сигалдың көрсеткен әдістері қызық болды. Бұрын мен бұндай тәсілдерді білмейтін едім. Стивен Сигалды біз жас кішкентай кезімізден кинода көріп жатқан, сол киноларды көріп өскен жастарымыз, соның арқасында бүгінгі әдістерді көрсетіп, біз өзіміздің оқушыларымызға көрсетеміз оны. Соның бәрін үйреніп,
Үйренеміздеу бөлек, үйрене білу бір басқа. Бапкер білікті болса, ұстаздан шәкірт озатыны анық. Егер алдағы уақытта жігіттеріміз жекпе-жек әлемінде жарқын жеңістерге жетіп жатса, демек бүгінгі алған сабақтың нәтижесі деп білетін боламыз. Ол 90-шы жылдары қазақтың оқушыларымен айналысқан педагог еді. Қазір қазақтың палуандарымен айналысады. Қазақстан барысы қазақ күресін дамыту қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасы. Әрі менің байырғы әріптесім, актер зейнеткер деп қалмаңыз, бірақ хабар арнасының бұрынғы қызметкері деген ғой. Сонымен біздің студиямыздың қонағы Арман Шораев. Қарсы алыңыздар. Арман мырза, енді мынау биыл өзіңізге бөтен емес, жақындығы бар хабар агенттігінің 20 жылдығы. Осы мерекемен сізді бір құттықтап қояйық. Келе жатқан елордамыздың Астана күнінің мерекесі тағы бар, онымен екі дейік. Енді сауалымызды осы хабар агенттігінен бастасақ. Хабарды сағынған жоқсыз ба? Жалпы қай жылдары қызмет етіп едіңіз? Хабарда мен 2004-2006 2 жылдай қызмет атқардым. Осында Астанада орталық бюроны басқардым. Әрине сағынам, әріптестерді сағынам, достарымды, жолдастарымды. Осы күнге дейін сәлеміміз дұрыс, жолдастығымыз әрі қарай нығайып келе жатыр деп отырмын. Биыл Астана күніне орай Қазақстан барысын өткізіп жатырсыздар. Осы жарыстың басқа жарыстардан ерекшелігі неде? Енді менімше оны тікелей спорттық дода деп айтуға болмайды. Менімше біз ең басынан осы Қазақстан барысын құрған кезде өзіміздің алдымызға мақсат қойғанбызда бір әлеуметтік лифтке айналдырсақ деп. Әсіресе сол ауылдық жастарға деген сияқты. Құдайға шүкір, сол әлеуметтік лифтке айналды, және менімше сол доданың ішінде енді патриоттық сезімді оятатын, халықты біріктіретін біраз нәрселер бар. Спорттан басқа өзіңіз білесіз, мен де алатын бүкіл біздің әншілеріміз бар, күйшілеріміз бар, әртістеріміз бар, бәрін де қатыстырып отырмыз елімізде деген сияқты. Сондықтан үлкен кәдімгі идеологиялық бір шара деп түсінемін мен. Осы Қазақстан барысының болашақтағы перспективасы қалай? Енді болашақта перспективасы құдайға шүкір жаман емес, өйткені бізді үкімет те қолдап жатыр. Үкіметтің қасындағы ең үлкен біздің ұлттық корпорациялар қолдап жатыр, ел азаматтары қолдап жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, енді олимпиадаға кірмесек те, бірақ та мынау жапондардың сумос сияқты дәрежеге жетсек, нұр үстіне нұр болады. Өзінше еліміздің бір бренді дейсіз? Иә, кәдімгі шетелде паш ететін, ұялдырмайтын бір бренд деп ойлаймын. Былтыр мысалға бізге осы біздің додамызды тамашалауға Франциядан, Англиядан, Кореядан, Қытайдан туристер келді. Өзіміз көрермен боламыз деген сияқты. Одан қалды өзіңіз білесіз, мынау тек қана Қазақстандағы арналардан бөлек, мысалға Ресейдің арналары, Түркияның арналары таратып жатыр біздің тікелей эфирде біздің додамызды. Сондықтан оның арқасында ең кемінде тағы бір 100 мемлекет тамашалап жатыр біздің додамызды. Жаңа өзіңіз олимпиада деп қалдыңыз. Неге бұл олимпиадаға арасына кірмейді? Жоқ, оны өткізу үшін қыруар жұмыс істеу керек. Мүмкін оған менің ғана өмірім емес, алдымыздағы тағы бір екі буынның өмірі өту керек. Өйткені мысалға Кореяның таэквондосы олимпиадаға енгізу үшін олар біраз жыл миссионерлікпен кәдімгі елге таратумен айналысқан. Мысалға бір елге келеді, сол жерге ақша құяды, тренерларды іздейді, өздеріне әкеліп оқытады, курткаларын, күртешелердің бәрін тегін береді деген сияқты, спорт залдарды жалдап береді. Солай ең кемінде 100 мемлекетке олар таратты. Одан кейін аяғына тұрып, бүгінгі таэквондоға айналды деген сияқты. Бізді қазақ күресін сондай деңгейге жеткіземіз десек, онда бізді мысалға Испанияға барып, сол жерге ақша құйып, сол жердегі мысалға басқа күрес түрімен шынығып жүрген палуандарды, шынықтырушыларды өзімізге бұруымыз керек. Ол үшін қыруар ақша керек. Енді ол үкіметтің қолынан келетін ғана мәселе деп ойлаймын. Ол ақша да керек, уақыт та керек дейсіз ғой? Уақыт та керек, 10 жыл емес, 20 жыл емес, бір 30-40 жыл керек. Үмітсіз шайтан? Үмітсіз шайтан. Күтейік, мүмкін олимпиадалық ойындардың арасында болдырамыз. Меніңше елбасымызда айтып жатыр ғой, мәңгілік ел деп. Егер мәңгілік ел құратын болсақ, онда сол олимпиадада
спорттың бір түрі сол мәңгілік елдің, қазақ елдің түрі болу керек. Арман мырза, біріншіден енді тығыз уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге көп рахмет. Келе жатқан Астана күнімен біздің барша көрермендерімізді құттықтап жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы. Енді шынымен Астана болғалы көп уақыт емес, бірақ та бүкіл әлем біледі. Сондықтан осы жерге еліміздің жан-жағынан қаншама жастар, орта буындағы азаматтар көшті. Өзім де кезінде көшкем, өзімнің ең жақсы көретін сұлу қызым да осы жерге дүниеге келген. Сондықтан Астана бәрімізге ары қарай бақыт әкеле берсін, қуат әкеле берсін, күш әкеле берсін, еліміз өркендей берсін. Әрқайсыңызға жақсылық тілеймін. Рахмет Әреке, құттықтауыңызға, бүгінгі бағдарламамызға келген өзіңізге, ал енді біз көрермендерімізге айтарымыз, егер келем десеңіздер, Қазақстан барысы ертең, яғни 4 шілде күні сағат 12:00-де Сарыарқа велотрегінде өтеді. Күтеміз, келіңіздер. Рахмет. Есіл бойын жағалап, армандаумен келемін, Астанамды аралап, әсем әуен өремін. Егі салу есіммен, тандырасың есімнің, бәйтеректе әсем мүсін, айдай көсілген. Әсем қала Астана, арман болған басқаға, екімізді жолықтырған басқала. Есілдің жағасы, жарқырап тұр қарашы. Есілдің жағасы, қаламыздың дарасы. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Салқын самал ескені, жалғасатын таңдарға, Астананың кештері, қанат берер арманға. Еркелігі ел өткен, есіл еткен көріктің, әдем әсем ағысыңа келе беретмен. Дос сыйлаған жас қала, тамсандырған бас қала, шын сүйдіріп сүйіп тепкен Астана. Есілдің жағасы, жарқырап тұр қарашы. Есілдің жағасы, қаламыздың дарасы. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Есілдің жағасы, жарқырап тұр қарашы. Есілдің жағасы, қаламыздың дарасы. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Бойында есілдің қойылды есімің сенің. Біздің Астанада не бар? Бәрі бар. Мұхиттан ең қашық орналасқан және Орталық Азиядағы жалғыз океанариумда Норман Фостердің ең биік шатыры да бізде. Аз ба? Онда сәл күтсеңіз, бірегей экспоның павильондарда болады. Тағы да Орталық Азияда теңдесі жоқ Абу-Даби плазада бізде болады. Түф, сіздерге не керек өзі? Арбат керек дейсің бе? Кәдімгі адам жиналып серуендеп қыдыратын алаңқай дейсіз бе? Тым қарабайыр емес пе? Білмедім енді.
Асқарбек білмесе. Лондонда Темза, Нью-Йоркта Гудзон, ал Астанада Есіл өзені жұртшылық жиі келетін жер. Бас қалаға ат басын бұрған әр қонақ жағалауға бір соқпай кетпейді. Есіл ағады, ақ бұйра толқын жарды ұрып. Есіл аққанда есіп ағады, жағада жартас жаңғырып. Мынау жағалауымызды келгенімізге, көшіп келгенімізге бір 4-5-6 жылдың көлемі болып қалды. Балаларымызбен осы жағалауға шығамыз. Қаланың нағыз әсем жері, демалуға, ыстық күндері балаларды қыдыртып, өзіміз шаршағанымызды басып, осылай балалармен жүреміз. Жақсы екен, көрінісі де айбат, маңайында құрылыстар да көркем салынған, адамды өзіне тәнті етеді ондай. Bir көрген адам қайта келіп тағы да көрсем дейтіндей бір жақсы әсер қалдырады. Есілдің бойы тұрғындардың сүйікті тұрағы. Бала жетектеген ананың да, қол ұстатқан ғашықты да осы жерден жолықтырасыз. Концерт көруге келем постоянно. Әр жыл келем мен осы концертке. Сосын жолдас болғым келді ауылдан. Бұндай қаланы айналдырып, сол жаңа демалатын жерлерге ары бері сол. Ана бірінші мәрте келуім мен бүгін әдемі, Есілдің жағасы, басқа да жерлер, барлық жерді араладым, көңілімнен шықты. Жаз келе жағалау түрлі думан тоғысқан мекенге айналады. Көше әншілері көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Ал кеш бата күн сайын қаптаған көліктер Салтанат сарайының жанында сап түзейді. Жастар арасында Салта деген атпен танымал бұл мекенді көліктер көрмесі десе де болады. Әркім астындағы тұлпарын көрсетуге әуес. Сонымен қатар көше билерін де осы жерден көруге болады. Ал бұл Астанадағы жаяу жүргіншілерге арналған ең ұзын аллея. Шаһардың көрікті деген нысандары осы көшенің екі бетінен орын тепкен. Сондықтан жұртшылық ұзындығы 2 шақырымдық аллеяны жаяу аралауға ерінбейді. Осы Нұржол көшесіне жиі деген бар ғой, айтылған күнде келем. Күнде кешке жақына келіп шығып, дем алып, осы жердің жеңіл сондай әуесін демін алып отырамыз осылай. Жалпы жастарға барлық мүмкіндіктер жасалған. Кешкісін әсіресе жұмыстан кейін біраз отырып демалуға үлкен мүмкіндіктер бар. Көптеген гүлдер әдемі. Сән салтанатымен кез келген адамды таң қалдыратын Астанадағы көрікті жерлердің бұл тек бір парасы ғана. Құрылысы күндіз-түні тоқтамайтын қала көпшілікті жаңа нысандарымен алдағы уақытта да қуанта бермек. Астана күніне арналған бағдарламамызға бас сұғып келмесе де, камераның көмегімен астаналықтарды арнайы құттықтап, ақжарма тілегін жолдаған жандарда бар екен. Бұрын соңды естімеген ерекше тілек еститініме сенсем, өзімді өзім алдайтын шығармын. Дегенмен, тыңдап көрейік. Тәуелсіздіктің, азаттықтың алтын діңгегі, ұлттың өрлеудің ұлы көші. Сондықтан да әрбір Астананың ұлы өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман деп санаймын. Астана жасай берсін, жайнай берсін. Бұл қазақ халқының жүрегі, қазақ халқы армандайтын керемет қала, әлем мойындаған қала. Әлемнің өзі бізге қазір Қазақстанмен санасады. Астана, одан кейін біздің Назарбаев десек, бүкіл әлем біледі. Миллиардтаған халыққа дейін бүгісін әптен таниды. Сондықтан Астана тікелей біздің елбасымен байланыстыруға болады. Бұл елбасының өзінің осы 17 жылдағы жасаған үлкен еңбегі. Астана әрбір қазақтың, мен деген қазақтың осында келсем деген, орналассам деген арман қала ғой былайша айтқанда. Сондықтан да Астанаға тек көркейе берсін, гүлдене берсін, күннен күнге қарыштап жатқан Астанамыз осы мәңгілік бүкіл әлемге танылып, жасай берсін. Астанамыз өсіп өніп көркейе берсін. Тек қуанышты хабармен, қуанышты жақсылықтармен бізді қуанта берсін. Мереке құтты болсын.
Әр отбасында тек қана береке бірлік болсын, күніміз тек қана жақсылықта осындай тойға жазсын, әр қашанда амандықта жүздесейік. Жанай аға, сенің ағалығыңа, елге бағалығыңа дауымыз жоқ. Сіздің ойлаған ойыңызға, қуанышты ойыңызға қарсы тұрар жауыңыз да жоқ. Сонда қалай? Бұл сөздеріңмен мені азғырмақсыңдар ма? Әлде мұның да сүйетін жүрегі бар ма еді деп, мені жазғырмақсыңдар ма? Құдіреті күшті жасаған ем мені адам ішіндегі мүгіде кетті, шөп ішіндегі тікене кетті. Астанада қуыршақ театры бар екенін білесіздер ме? Ендеше сүйінші жақсы хабарымыз бар. Аталмыш театр жеке шаңырақты болып жатыр. Құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Елордамыздың Астана күні құтты болсын. Рахмет. Орталық хабар бағдарламасына шақырғаныңызға рахмет. Астана күні мерекесі құтты болсын. Еу, осындай қуанышты хабар.
Астана күні қарсаңында 5 жылдық мерейтойын тойлап жатқан театр 2007 жылдың шілдесінде шағын ғана бөлім ретінде ашылғанды. Кейін 2010 жылдың желтоқсанында Астана қаласы әкімінің қаулысымен Қуыршақ театры болып құрылды. Бірақ бақандай 5 жыл бойына ұшарын жел, қонарын сай білген Қаңбақ театр ұжымы қуыршақтарын құшақтап балабақша, мектептерді жағалап жүріп, жұмысын тоқтатпады. Балалар үшін барлығына шыдап келген шығармашылық ұжым биыл баспаналы болып, балаша қуанып қалды. Бүгін мінекей елордамыз Астанада мемлекеттік қуыршақ театры ашылып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Елордамызда, Астанамызда балалардың театры болуына біраз қиыншылықтар болды. Ал енді бүгін өзіміздің жеке театрымыз бар, сахнамыз бар. Өте қуаныштымыз. Қуыршақ театрының бұл қуанышын бөлісуге біз де жеттік. Балалармен бірге біз де қуандық. Алайда көп қабатты тұрғын үйдің төменгі қабатында орналасқан театр ғимаратының тарлығы ма, әлде көрерменнің көптігі ме, әйтеуір қуыршақтарды қызықтауға келген балалар театр бөлмесіне сыймай жатты. Қазір енді мінекей кішкентай болса да өзіміздің сахнамыз бар, кішкентай болса да балалардың отыратын жері бар. Бір келгенде балалар 80 адамдай бала сияды енді. Енді бара-бара одан да үлкен ғимарат аламыз ба деп армандаймыз. Бұл барша бүлдіршіндердің сүйікті әжесі, Қуыршақ театрындағы бірнеше қойылымдардың авторы әрі режиссері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Құралай Ешмұратова театр мерекесі қарсаңында 70 жасқа келді. Осыған орай 29 маусым мен 2 шілде аралығында Астанада Құралай Ешмұратова атындағы 1-ші халықаралық Құралай Қуыршақ театрлар фестивалі өтті. Қуыршақ театры негізінде балаға арналған қойылды. Баланы тәрбиелейміз. Баланы біз Қуыршақ театры қандай қылып өсірсек, қалай тәрбиелесек, болашағымыз сондай болады. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған фестивальге Испания, Болгария, Эстония, Румыния, Татарстан, Тәжікстан, Сербия сынды елдердің Қуыршақ театрлары қатысты. Вот мы рады, что мы обмениваемся друг с другом, находим общих друзей по кукольному искусству. Это всегда очень здорово. И вот сегодня у нас очень много новых появилось друзей. 4 күн бойына түрлі жанрдағы қойылымдар мен балаларға ерекше көңіл сыйлаған шетелдік әртістер Астана туралы таңданыстарын айтып, қазақстандықтарды қала күнімен құттықтады. Мен Астанаға алғаш келіп тұрмын. Қаланың көркіне таң қалдым. Ғимараттардың сыртқы көріністерінің өзі көздің жауын алады. Осындай әдемі қалада тұратын сіздер бақыттысыздар. Барша астаналықтарды қала күнімен құттықтаймын. Жас қаланың жасампаз тарихымен танысқан шетелдік қонақтар қазақ елінің қонақжайлылық қасиетіне қайран қалды. Елдеріне ерекше сезіммен, керемет көңілмен кетті. Елордамыздың туған күніне Оңтүстік Қазақстан облысының өнерпаздары бірлігі жарасқан мәңгілік ел деген атаумен концерттік бағдарламасын тарту етті. Сүгір атындағы облыстық оркестрінің сүйемелдеуімен орындалған халық әндерін Астана тұрғындары ерекше ілтипатпен тыңдады. Облыс өнерпаздары Астана мерекесі қарсаңында жыл сайын елордаға келіп, мерекелік кеш ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Астаналықтар мен қала қонақтарына арналған концертке кіру тегін болды. Біздің облыста 8 театр бар. 8 театрдан әрбір неден өкілдер келіп отыр. Опера балет театры, филармония Шәмші Қалдаяқов атындағы, Сүгір оркестрі, өнерпаздардан бөлек спорт ойыншылары да неше түрлі спорт ойындарын өткізіп, жалпы үлкен бір мереке болып жатыр. Бұл біздің еліміз үшін, Қазақстан үшін бірі айтулы мерекенің бірі. Жүрмін жолында, жұлдызым жанып соңымнан, айым тұр туып оңымдан. Бұлқынды жүрек бұлқынды, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадым халқым, аңсадым
егемізде кең бүгін. Болқынды жүрек болқында, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадың халқым, аңсадың айе, арманға толы бол күнді. Болқынды жүрек болқында, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадың халқым, аңсадың айе, арманға толы бол күнді. Егемен болдық еңселі, көтердік биік еңсені. Жарқырап жанып тұр бүгін, болашағымның ертеңі. Бұлқынды жүрек бұлқынды, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадың халқым, аңсадың айе, арманға тола бұл күнді. Болқынды жүрек болқында, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадың халқым, аңсадың айе, арманға толы бұл күнді. Бұлқынды жүрек бұлқында, тұлпарлар төрге ұмтылды. Аңсадым халқым, аңсадым айе, арманға толы бұл күнді. Ол Тоти Дель Монте атындағы жүлдені алған тұңғыш қазақ екенін, оған Париж бен Вена сахналары жат емес екенін айтып жатудың қажеті жоқ шығар. Ол жай ғана біздің елордамыздың бренді, Астана опера театрының әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сүндет Байғожин. Қарсы алыңыздар. Орталық хабарға тағы да қош келдің, Сүндет. Рахмет. Біздің енді тұрақты көрерменіміз бар болса, сені тұрақты қонақ деп айтуға болатын шығар. Көп рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыз елордамыз Астана күніне арналған бағдарлама. Сондықтан Астана күні құтты болсын, мереке құтты болсын. Сұрақты төтесінен бастайын. Астаналық болғаныңа қанша болды? Енді астаналық болғаныма 15 жылдың жүзі болды. Сонау студент кезімізде 17 жасымда келіп едім. Содан бері міне осы Астана елордада еңбек етіп келемін. Опера театрында жұмыс істеймін. Сол салада осы күнге дейін опера өнер, үлкен өнер шыңында сол салада жұмыс істеп келе жатырмын. Біздің қазір елордамыздың соңғы жылдары салынған сәулетті ғимараттардың бірі өзің еңбек етіп жатқан ол Астана опера театры. Осы театр қазір Астана күніне не дайындап жатыр? Біз негізі қазір осы маусымның жабылуына үлкен гала концерт дайындау үстіндеміз. Өкінішке орай мен ол концертке қатыспаймын, өйткені шетелде Италияда контракттарым бар, сол контракттар арқылы жұмыс істеуге кетемін. Бірақ менің әріптестерім тамаша концерт дайындап жатыр. Оның үстіне тағы да операларымыз бар, балеттеріміз бар болатын оған дейін. Қапы қалмаңыздар, қымбатты көрермен. Қапы қалмаңыздар. Осындай үлкен іс-шаралар біздің елордамыздың туған күнінде бола жатады. Астананың туған күнінде жалпы енді мынау концерттік алаңдардан, концерттерден бөлек кезде сен жалпы қалай тойлайсың Астана күнін? Астана күні негізі біз Астана күнінен кейін 6 күні біз жазғы демалысқа шығамыз, маусымның жабылу кезі. Сол себептен енді қуана-қуана қарсы аламыз. Жоқ, мысалы көбінде мынандай бір қалыптасқан ой бар. Қазір Астана күні болған кезде бұл Астана күнін тойлайтын шеттен келетін қонақтар. Ал Астананың өздерінің тұрғындары сол кезде жан-жаққа қашады деген. Солардың қатарындасың ба, жоқ? Жоқ, мен негізі осы Астанада боламын. Бурабайға ешқайда бармаймын, негізі осы Астанада туған туысқандарыммен, жолдастарыммен осы күнді өткіземіз, тойлаймыз бірге.
Рахмет Сүндет. Біріншіден бүгін уақытыңды бөліп мерекелік орталық хабарға келгеніңе рахмет. Енді осы орайды пайдаланып, барша біздің көрермендерімізді, әсіресе соның ішінде астаналық тұрғындарды осы жақсы мерекемен құттықтап жіберсең нұрыстандыр болады. Әрине. Барлық астаналықтарды осы Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Осы күнді мерекелі, берекелі қылып өткізіңіздер. Жақсы тілектің артынан жақсы ән болсын. Қандай ән тыңдаймыз? Енді өздеріңізге белгілі ән Астана туралы елбасының сөзіне жазылған, музыкасы Төлеген Мұхамеджановтікі «Город мой» деген. В степи бескрайней вырос город необычайной красоты. Он величав душою молод, парит как символ высоты. В нем воплотилась вековая мечта народа и страны. Цвети столица золотая во имя мира и любви. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебной страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети, как свет любви моей души, моей земли, моей страны, столица. Пройду по улицам зеленым, зажгу ночные фонари и подарю луну влюбленным, чтоб ждали утренней зари. Свет теплый окон согревает проспекты, улицы, дома и добротою обнимает людей счастливая пора. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебной страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети, как свет любви моей души, моей земли, моей страны, столица. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебной страницей. Город мой, лети над миром самой яркой птицей, лети всегда, свети всегда, лети всегда, свети, как свет любви моей души, моей земли, моей страны, столица. Моей страны, столица. Ақыры бағдарламамыз Астана туралы болған соң Астананы ақырына дейін жырлайық. Біздің қаланың құрметті азаматы атанғандардың ішінде білесіз бе? Екі елдің экс-президенті бар. Біреуі Корейдің, енді бірі Грекияның. Астанадағы жоғарғы сот ғимаратының алдыңғы да артқы да есіктері бір-бірінен айнымайды. Әділдіктің нышанын білдіреді деседі.
Мұның бәріне тойсаңыз, онда биылғы Астана күні қалай өтеді? Қандай қызық шаралар өтеді? Соған кезек берсек. 4 шілденің таң атқан соң Астана саябақтарына барып тыныстағаныңыз жөн. Өйткені 4 мен 6 аралығында Астана Паркленд атты қалалық саябақтар фестивалі басталады. Мұнда әр саябақ қонақтарына арнап мерекелік бағдарламалар ұсынады. Сағат 12-ден бастап Ақбұлақ ауданындағы жағалауда Астана аспаны атты әуе шарлар мен батпырауықтар фестивалі өтеді. Жылдағы дәстүр бойынша сағат 13-те Сарыарқа велотрегінде қазақ күресінен Қазақстан барысы республикалық турнирі басталады. Ал 15:00-де оқушылар сарайында аялаған Астана атты республикалық байқауы қорытындыланады. Астана опера театрында кешкі сағат 6-да Астана арқау түркі музыкалық фестивалі ашылса, 7-де Астана кубогы халықаралық КВН фестивалі Конгресс-холл сарайында өтеді. Дәл осы уақытта Астана саябақтарында қайырлы кеш Астана деп аталатын мерекелік концерттер басталады. Ал 20:00-де бейбітшілік және келісім сарайының концерт залында Астана жұлдызы музыкалық жобасы өтеді. Сондай-ақ есілдің жағасына жиналған жұрт 22:30-дан бастап Нұрлы есіл лазерлі мультимедиялық шоуын тамашалай алады. Шілденің 5 күні Астана саябақтарындағы және үлкен ойын-сауық орталықтары мен спорт сарайларының алаңында өтетін түрлі фестивальдер өз жалғасын табады. Одан өзге оқушылар сарайының алдында таңғы сағат 10-да айналайын Астанам асқақ әнім атты мерекелік концерт өтеді. Ал Хан Шатыр ойын-сауық сауда орталығының алаңында сағат 11-ден бастап мыңжылдықтар тоғысындағы Астана фестивалі көшпенділер өркениетін көрсетсе, кешкі 6-да Астана арқау түркі музыкалық фестивалінің аясында түркі халықтарының әуені шырқалады. Және Қазақстан орталық концерт залында 17:00-де халықаралық Ильдиво квартеті концерт береді. Ал 19:00-де Конгресс-холл сарайында эстрада жұлдыздарының қатысуымен Астанаға тарту атты концерт болады. Сондай-ақ 19:00-де Астана опера театрында Астанаға гастрольмен келген итальяндық Сан-Карло театрының Жизель балет өтеді. Сонымен қатар саябақтардағы мерекелік концерттер мен есілдің жағалауындағы шоу бағдарламалар қала қонақтарына естен кетпес ерекше көңіл сыйламақ. Астананың туған күні, яғни 6 шілдеде 4 күні бастау алған түрлі фестивальдер қорытындыланады. Астана алаңдары мен саябақтарында түрлі акциялар ұйымдастырылып, қала тұрғындары мен қонақтарына сыйлықтар беріледі. Астана қаласы көңілді тапқырлар театрының көңілді Астана атты әзіл-сықақ кеші Конгресс-холл сарайында сағат 16:00-де және 20:00-де өтпек. Ал 18:00-де Қазақстан орталық концерт залында әйгілі композитор, дирижер, күйші Нұрғиса Тілендиевтің 90 жылдығына арналған «Жүрегім менің» атты концерт өтеді. Кеште композитордың көпке танымал туындыларын симфониялық оркестр мен Нұрғиса Тілендиев атындағы отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрі орындайды. Сондай-ақ Астана алаңдары мен Ерке есілдің жағасындағы керемет концерттер 23:00-де мерекелік от шашумен аяқталады. Астана күні не өтетінін біліп алдыңыз. Қалай өткенін бағамда өз еншіңізде. Ең бастысы, нендей шара өтсе де тек сіздің құрметіңізге. Тойға қуанып барып көңілді қайтыңыз. Елорданың еншілі мерекесі құтты болсын. Аман сау болыңыздар.